Бәріңе сәлем. Коронавирустан амансыз ба? Егер бұл видеоны аяғына дейін көретін болсаңыз, Қытай мен Оңтүстік Корея елінің бұл сырқаттан қалай жазылған туралы білетін боласыз. Алдағы жаңа қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін осы каналға тіркеліп кетіңіз. Дайынсыз ба? Онда кеттік. Өзімнің қарасы, көңілімнің санасы. Қазіргі таңда барлығы коронавирус жайлы айтып жатқаны өтірік емес. Оның қандай қауіпті екені, 100 мыңнан астам ауырғандар мен және көптеген өлімдер. Бұл жағдай әрине бізді қуантпайды. Өкінішке орай бұл дерт біздің Қазақстанымызға да келіп жетті. Бірақ бізде Қытай немесе Италия елдері сияқты ауырғандар саны көп емес. Ал шын мәнінде бұл біз ойлағандай қорқынышты ма? Мысалы, Қытайда 90% адам аурудан емделген. Ал Оңтүстік Корея болса, бұл ауру тарамай тұрып емдеп үлгерген. Мұндай аурудың емін таба алмай қиналып жатқан кезде, қалай олардың қолдарынан келді деген ой келеді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Өз ойыңызды комментарийге жазып кетіңіз. Бұл сұрақтың жауабын бірге іздейік. Алдымен Қытай мемлекетіне өте жақын орналасқан дамыған медицинасы бар Оңтүстік Корея жайлы айтайық. Бұл елде күн сайын интернет желісінде жұқтырған адамдардың жүздеген фото видеосы шығып жатты. Онымен қоса коронавирусты алып келген көрші Қытай мемлекетінің суретін әлеуметтік желіге жамандап шығарады. Бірақ Қытай кішкентай Кореяны көрмеген сияқты. Бірақ бұл жақта Қытай мемлекетіне қарағанда жағдай қарқынды жүрді. Алайда мемлекет басшылары қысқа ғана уақыт ішінде коронавирус деген пәлекеттен құтылатын максималды барлық шараларды жасайды. 2015 жылы Оңтүстік Корея осыған ұқсас эпидемияны бастан өткізген. Сол кезде билік дұрыс емес стратегия қолданып, халыққа ауру туралы айтпағанның кесірінен 40-тай адам қайтыс болды. Бұл істерден сабақ алып, енді осы жолы эпидемиямен күресетін жаңа модель ойлап тапқан. Аурумен күресетін тактиканы 3Т деп атапты. Ағылшын тілінен аударғанда trace, ауырған адамды қадағалау. Бұл адам кіммен байланыста болғанын анықтау. Тест дегеніміз ол күдікті адамдардан анализ алу. Және treat, емдеу. Бір көргеннен бұл стратегия айқын көрінуі мүмкін. Корея елінің артықшылығы Қытай еліне қарағанда қалаларды бір-бірінен бөлген жоқ. Мысалға біздің Алматы немесе Нұр-Сұлтан қалалар секілді. Халық өзінің билігіне, ал билік болса өзінің халқына сенді. 18 ақпан күні алғаш бұл вируспен ауырған адам белгілі болса, 22 ақпан күні премьер-министр биліктің бұл ауруға қарсы бір жоспары бар екенін ашық түрде айтқан. Сондай-ақ премьер-министр әрбір адамның қауіпсіздік шараларын қолдану керектігін айтқан. Ол дегеніміз жаңағы қолды үнемі жуу, көпшілік орынға шықпау. Полициялардың қатысуынсақ халық тыңдады. Бұл халықтың бірігіп істеп жатқаны айтарлықтай қуантады. Бұл біздің де қолымыздан келе ме? Ал сіз қалай ойлайсыз? Сонымен қоса бұл елде ұйымдастыру мен тестілеу жоғары деңгейде. Сол кездің өзінде елде 50 шақты мобильді диагностикалық пункттер жұмыс істеп жатты. Басында тексеру құны $100 құрады. Ал егер диагностикаңыз расталса, онда ақшаңыз қайтарылады. Онымен қоса келесі тексеру тегін болады. Әйтсе де тестілеуден өтпесе немесе карантиннен қашса, жауапкершілікке тартылды. Саяси митингтер мен жиналыстарға тыйым салды. Халық мұндай қатаң шараларға қуанбады. Онымен қоса Қытай мемлекетінің шекарасы жабылмаған. Бұл енді әрине үлкен шу болды. Корейліктер бұлай дүрліктірген президенттерін орнынан кетсін деп петицияда жариялайды. Бірақ жүзеге асырған 3Т жүйесі оң нәтиже беріп, жұқтырғандар саны азайғанын халық көрген соң барлық күмәндар жойылды. Сонымен қоса Кореяда оқу жылы көктемде басталатынын айта кету керек. Сондықтан студенттер мен оқушылар бұл уақытта демалыста болды. Оқу жылын алдыға шегертті. Ол бірақ әлі басталмады. Бірақ бәрін бірден қашықтан оқуға ауыстырды. Мемлекет дәрі-дәрмектердің бар жоғына және олардың бағасына бақылау жасауды тоқтатты. Егер сіз мемлекеттік сақтандыру жүйесіне тіркелген адам болсаңыз және сіздің ID картаңыз болса, онда дәріханаға аптасына бір рет келіп, кепілді түрде қолжетімді бағада бірнеше маска ала аласыз. Оңтүстік Кореяда тестілеу жүйесімен 4 алып компания жұмыс жасайды. Соның бірі Сиджин. 3 аптаның ішінде жасанды интеллекттердің көмегімен коронавирусқа экспресс-тест әзірледі. Билік бұл сынақ қолдануды бір аптада мақұлдады. Бұрын бұған 1 жылда кететін еді. Бұл елдегі жағдайды шешуге мүмкіндік беретін тағы бір сәт, бұл үкімет барлық қолда бар ақпараттармен таныстырып, соны халыққа жеткізіп отыруында. Мысалға, интернет желісінде GPS арқылы COVID-19 бен ауыратын адамдардың қай жерде екенін көретін қосымша бар. Осының арқасында басқа адамдар осындай жерлерден аулақ болады. Керемет емес пе? Біздің елге де осындай қосымша қойса болар еді. Ал сіз қалай қарайсыз? Өз ойыңызды жаза кетіңіз.
Қазіргі күнде Оңтүстік Корея коронавирусқа 300 мыңнан астам тест жасапты. Бұл дегеніміз миллион адамға 5 мыңнан. Бұл бәлекеттен 9 мыңнан астам адам ауырып, 90 адамдай қайтыс болған екен. Қазақстанмен салыстырғанда бұл кәдімгідей үлкен көрінуі мүмкін. Алайда Корея Қытай мемлекетімен өте тар әрі шекарасы тым жақын орналасқанын ескеру керек. Қазіргі таңда оның шекарасында жүздеген диагностикалық лабораториялар жұмыс жасайды. Тестілеуді көліктен шықпай-ақ тексерілуге болады. Ол үшін тексерілетін орынға келесіз де, қызметкерлер өз жұмысын бітіргенше көліктен шықпай-ақ отыра бересіз. Бұл сіздің небәрі 10 минутыңызды алады. Ал нәтижесін келесі күні аласыз. Және мұндай тексерілу құны қанша деп ойлайсыз? Тексерілу әрбір адамға тегін. Ал енді сәл Қытай елі жайлы айтайық. Осы видеоны түсіру барысында бұл елде 90% адам емделген. Қазірдің өзінде оларға сыртқа шығуға болады. Тіпті 500 кинотеатр өз жұмысын бастап кеткен. Алайда эпидемия енді таралып жатқан кезде бұл елде 80 мыңнан астам адам жұқтырғаны белгілі болды. Оның 3 мыңы қайғылы аяқталды. Бұдан әрине коронавирусты жеңе алатынымызды көруге болады. Бірақ әрине ол үшін шын мәнінде барлық қолдан келген шараларды жасау керек. Бір қызығы, Қытай басшылары бұл дертті ұзақ уақыт бойы өз халқынан да жасырған екен. Бірақ коронавирус тым көп тарап, бұл ауру туралы ұзақ уақыт жасыра алмаған соң, бүкіл әлемге ешкім дайын болмаған қорқынышты жаңалық ашылады. Жақын күндері бұл дерттің беті қайтады деп ойлаймыз. Біз де сіздің аман-есен болғаныңызды қалаймыз. Сол үшін қауіпсіздік шараларын қолдануға кеңес береміз. Қолыңызды үнемі жуыңыз. Көпшілік жүретін жерге бармаңыз. Бүгінге осы. Алдағы қызықты деген видеоларды жіберіп алмас үшін мына каналға тіркеліп қойыңыздар. Бұл видеодан коронавирус жайлы жаңа ақпарат естіген болсаңыз, лайк басып, достарыңызға тарата жүріңіз. Достар, келесі қандай видео жайлы шыққанын қалайсыздар? Комментарийге жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Келесі кездескенше. Чао!